Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз туған жер. Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздеріміз: туған жер, тарих, табиғат, қазба байлық, географиялық орын, жануарлар, өсімдіктер, көл, шатқал, қайың ағашы. Жаңа сөздерді есіңе түсіре отырып, сурет пен сөздерді сәйкестендір. Өзіңді тексер. Шарын шатқалы Алматы облысында орналасқан. Ауа райы жазда ыстық, қыста суық. Бұл Көлсай көлі. Көлсай жануарлар мен өсімдіктер әлеміне бай. Алматы облысындағы Қайыңды көлі. Көл айналасында қайың ағашы көп өскендіктен Қайыңды деп аталады. Алматы тауларында орналасқан үлкен Алматы көлі. Көлдің түсі жыл мезгілі, күн мен түн уақыты ауа райына байланысты өзгеріп отырады. Шуақты күндері көк түске, бұлтты күндері сұр түске боялады. Сөйлемдерді толықтыр. Шарын шатқалы Алматы облысында орналасқан. Ауа райы жазда ыстық, қыста суық. Бұл Көлсай көлі. Көлсай жануарлар мен өсімдіктер әлеміне бай. Алматы тауларында орналасқан үлкен Алматы көлі. Көлдің түсі жыл мезгілі, күн мен түн уақыты ауа райына байланысты өзгеріп отырады. Шуақты күндері көк түске, бұлтты күндері сұр түске боялады. Алматы облысындағы Қайыңды көлі. Көл айналасында қайың ағашы көп өскендіктен Қайыңды деп аталған. Енді сұраққа жауап бер. Қайыңды көлі не себепті олай аталған? Дұрыс айтасың. Себебі көлдің айналасында қайың ағашы көп. Менің есімім Арман. Мен Шығыс Қазақстан облысы Қарағой ауылында тұрамын. Менің ауылым үлкен. Ауылымның үйлері әдемі, көшелері кең. Ауылда жаңа мектеп, балабақша, аурухана бар. Ауылымның табиғаты әдемі, ауасы таза. Жазда айналада жасыл ағаштар, гүлдер өсіп тұрады. Ауылдың адамдары бір-бірімен тату-тәтті тұрады. Мәтінге байланысты сұрақтарға жауап бер. Арманның ауылы қандай? Дұрыс айтасың. Арманның ауылы үлкен. Ал табиғаты қандай? Иә, табиғаты әдемі, ауасы таза. Ауылдың адамдары қандай? Дұрыс, тату-тәтті. Осымен сабағымыз аяқталды. Кездескенше.